Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Хибрат Шола. Ұлан Бозанбай орта мектебінің 9 сынып оқушысымын. Жасыл қала қоршаған ортаны бағытталған технологиялар атты жауабымды ұсынамын. Жасыл қала дегеніміз не? Жасыл қала бұл қоршаған ортаны қорғауға, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған қалалық өмір сүру үлгісі. Бұндай қалаларда адам мен табиғат арасындағы тепе-теңдік сақталады. Жасыл қаланың негізгі белгілері таза ауа, таза су, саябақтар мен жасыл аймақтар, қалдықтарды сұрыптау. Кіріспе. Жасыл қала қоршаған ортаны жақсартуға бағытталған технологиялар мен өзіміздің қаламызда әлі күнге дейін қолданыстағы көлік технологиясының бірі трамвайлар туралы айтатын боламын. Трамвай электр қуатымен жүретін арнайы рельспен қозғалатын қоғамдық көлік түрі. Экологиялық технология трамвай экологиялық таза көлік. Іштен жану қозғалтқышы жоқ. Қайта қалпына келетін энергияны пайдаланамыз. Көп адам тасымалдай алады, жол қозғалысын жеңілдетеді. Мақсаты мен міндеттері: Қазақстан қалаларында экологиялық таза трамвай жүйесін дамыту арқылы экологиялық жағдайды жақсарту. Трамвайдың экологиялық тиімділігін дәлелдеу, энергия тұтыну мен зиянды заттардың азаюына әсерін анықтау. Трамвайдың артықшылықтары: біріншісі, таза ауа, зиянды газ шығармайды. Екіншісі, тыныш жұмыс істейді, қалалық шуды азайтады. Үшіншісі, қайта өңделетін жасыл энергияны үйлеседі. Төртіншісі, қауіпсіз арнайы жолмен жүреді, жол кепесіне түспейді. Өзектілігі: трамвай артын әрі тұрақты көлік жүйесі. Қала тұрғындары денсаулығы мен өмір сапасына оң әсер. Күтілетін нәтиже: көмірқышқыл газы мен улы газ деңгейі төмендейді. Автокөлік тез азаяды. Жобаның тұрақтылығы: қайта қалпына келетін энергия көздері тұрақты үнем. Қайта өңделетін материалдар экологиялық цикл. Ұзақ мерзімді қызмет ету, төмен техникалық шығын. Қорытынды: трамвай экологияны қорғау мен болашақ ұрпақ үшін таза қалалар қалыптастырудың маңызды қадамы. Бұл жоба көлік инфрақұрылымын жақсарту, қоршаған ортаны сақтау және тұрғындардың өмір сапасын арттыру жолындағы нақты шешімі. Назарларыңызға рахмет.